Кайырлы күн, құрметті әріптестер. Алматы қаласы Наурызбай ауданы номер 187 жалпы білім беретін мектептің оқу ісі жөніндегі меңгерушісі Нарбекова Зарина Курманалиевна боламын. Бүгінгі вебинардың жиналу себебі жаңағы авторлық бағдарламаның оқу процесінде қолданылуы, педагогикалық тәжірибемен алмасу. Мақсатымыз авторлық бағдарламаның оқу процесінде қолданылуын зерттеу арқылы педагогикалық тәжірибені жетілдіру, оқушылардың білім сапасын арттыру жолдарын анықтау. Міндеттері авторлық бағдарламаның теориялық негіздерін талдау, оқу процесінде авторлық бағдарламаның тиімділігін зерттеу, авторлық бағдарламаның оқушылардың білім алудағы рөлін анықтау. Бүгінгі әдіс тәсілдерімізді қолдана отырып, оқушыларға қалай сапалы білім беруге болады деген мақсатта өз мұғалімдеріміз, ұстаздарымыз өз әдіс тәсілдерімен бөлісетін болады. Келесі кезекті мектебіміздің қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімі, педагог зерттеуші Тілеуберлина Мейрамгүл Салмаға бүгінгі менің бағдарламам элективті курс бағдарламасы сөз шебері деп аталады. Элективті курс бағдарламасы 8-ші сынып оқушыларына арналған. Барлығы 34 сабақ аптасына бір рет болады. Элективті курс оқушының талабын ұштап, шығармашылық тұлғалық шарттауына мүмкіндік береді. Ой өрістенгенін биіктетеді. Сөз шебері элективті курсы бойынша өткізілген сабақтарда әр оқушының белгілі тақырыптардан өзінше жұмыс жасауына мән беріледі. Бұл оқушының қабілетін дамытады, белгілі тақырыптардан терең теориялық білім алып, оны іс жүзінде қолдануға дағдыландырады. Элективті курстың мақсаты оқушыларды ойлау еңбегіне дағдыландыру, ізденіске жетелеу, жазбаша көркем тілін дамыту, олардың қабілет дарынына әсер ету, шығармашылық жұмыстарға баулу. Күтілетін нәтиже шешен сөйлей білетін, сөз қадірін бағалай білетін, ойын көркемдеп қағазға түсіре алатын тұлға қалыптасады. Бағдарлама мынандай бөлімдерден тұрады. Қазақ сабағында оқушылардың тұрғысынан ойлау дағдысын дамыту, жаңартылған білім беру мазмұны аясында қазақ тілі сабақтарында ақпараттық коммуникациялық технологияларды қолдану және өз ойын жеткізе алатын жеке тұлғаны қалыптастыру. Сонымен қатар қазақ тілі мен әдебиет сабақтарында мәтін арқылы оқушылардың тілін жетілдіру, білім беру жүйесінде сапалы білім бүгінгі күннің басты талабы. Бағдарламадан күтілетін нәтиже мынандай: шешен сөйлей білетін, сөз қадірін бағалай білетін, ойын көркемдеп қағазға түсіре алатын тұлға қалыптасады. Оқушылар басқалардың айтқан пікірлеріне күмәнмен қарап, ой електерінен өзгеру қабілеті алады. Яғни мұғалімнің, оқушының да сыни тұрғыдан ойлау қабілеті артатыны анық. Сонымен қатар тіл дамыту жұмыстары оқушылардың пәнге деген қызығушылығын, ауызекі сөйлеу дағдыларын, шығармашылық қабілеттерін дамытады. Берілген тапсырмаларды өз беттерімен орындауларына жол ашады. Әр баладан еркін жауап алуға, баланың өзіне сенімділігін арттыруға, бір-бірінің және өзінің жұмысына баға беріп, сын көзбен қарауға жетелейді. Сабақ үстіндегі оқушы қызығушылығын тудырып, белсенділігін арттырады. Мәтінмен жұмыс арқылы танымдық қабілеттері, танымдық процестері дамып, сөздік қоры молаяды. Оқытуда жағымды әрекет қалыптасады. Бағдарламаның өзектілігі былай: мәтінмен жұмыс арқылы танымдық қабілеттері, танымдық процестері дамып, сөздік қоры молаяды. Оқытуда жағымды әрекет қалыптасады. Бұл стратегиялар сабақты түрлендіріп өткізуге мүмкіндік туғызумен қатар, әр баладан еркін жауап алуға, баланың өзіне сенімділігін арттыруға, бір-бірінің және өзінің жұмысына баға беріп, сын көзбен қарауға жетелейді. Сабақ үстіндегі оқушы қызығушылығын тудырып, белсенділігін арттырады. Сөз өнерінің құдіретін таныту арқылы кәсіби бағдар беру.
оқушыларды шешендікке, тапқырлыққа бауру, олардың дүниетанымын қалыптастыру. Назарларыңызға көп рахмет. Сұрақтарыңыз болса, жауап беруге дайынмын. Рахмет, Мейрамгүл апай. Келесі кезекті мектебіміздің ұстазы, қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімі Опабек Сәуле Кәрібайқызына беремін, педагог зерттеуші. Қайырлы күн, құрметті әріптестер, біздің семинарымызға қош келдіңіздер. Менің негізгі тақырыбым бұл 8-ші сыныпқа арналған элективті курс. Элективті курс тақырыбы қазіргі қазақ тіліндегі үйірлі мүшелер. Өздеріңіз білесіздер, оқулық деңгейіндегі материалдардың аздығына байланысты біз осы курс барысында осы тақырыпты жан-жақты зерттеп, теориялық сұрақтарына мән беріп, және практикада қолдану барысына мән бердік. Бағдарлама негізінен 4 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлім үйірлі мүшелердің зерттелуі, екінші бөлім үйірлі толықтауыш, үшінші бөлім үйірлі анықтауыш, және төртінші бөлім үйірлі пысықтауыш деп аталады. Бұл бағдарлама 8-ші сынып оқушыларына арналған. Аптасына 1 сағат, жалпы жылдық сағаты 34 сағатқа берілген. Бағдарламада оқушылар білімін толықтыру, сөздік қорын молайту, логикалық ойлау қабілетін арттыру, ұжыммен қарым-қатынас қалыптастыру мақсатында әртүрлі жұмыстар көрсетілген. Тапсырмалар барысында білім алушылардың сауаттылығы, танымдылығы, білім дағдылары мен қатар олардың тәрбиелік мақсаттарына да назар аударылған. 8-ші сынып оқулықтарында қайталаймын, көптеген еңбектер еңбектен бұл еңбектің негізі құрайтыны ол өте күрделі процесс, өздеріңіз білесіздер. Өйткені оқулықта жалпы қосымша берілген дүниелердің барлығы оқушыларға аздық етеді. Сондықтан да осы бағдарлама барысында біз негізгі назарды теорияға және практикаға бөлдік. Теориялық білім ретінде 10 сағат берілсе, ал практика жүзінде 24 сағат берілген. Енді осы бағдарламаның негізгі мақсаты да өте өрелі. Себебі әлемдік ортаға қазақы болмыспен танылар тамаша тұлға даярлау болып табылады. Бұл мақсатты жүзеге асыру үшін жауапкершілікпен қарауымыз керек. Басты кейіпкер бұл жерде шәкірт. Үйлестіруші бұл мұғалім болып табылады. Бұл бағдарлама жылдар бойы тәжірибеден өткен, жинақталған ерекше ұсыныс болып табылады. Сондықтан да оның ерекшелігі осында. Сіздер керек дүниелердің барлығын үйірлі мәселеге байланысты осы бағдарламада көре аласыздар және қолдана аласыздар. Яғни, бұл бағдарламаның негізгі мақсаты шығармашыл тұлғаны даярлайтын қасиеттері болған жөн деп баса назар аударды. Шығармашылық мақсат қоя білу және өз қызметін соған бағындыру, соған қол жеткізу. Өз қызметін жоспарлай білу және бағалай білу. Еңбекке төзімді жоғары болу. Ал енді осы бағдарламамыздың негізгі мақсатына назар аударатын болса, қазақ тілі пәнін ғылыми негізде меңгеру барысында білім алушылардың білім дағдыларын жоғары бағалай білу, үйрету және өмірде қолдану үшін функционалдық сауаттылығын дамытуға негізделген. Міндеттеріміз үйірлі мүшелер категориясын мен таныстыру, үйірлі мүшелер синтаксис ғылым ретінде түсіндіру арқылы оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттыру болып табылады. Қазақ тілінің қыр-сырын ғылыми негізде терең меңгерген шығармашыл жеке тұлға қалыптастыру болып келеді. Білім алушылардың ғылыми дүниесін кеңейту, еңбексүйгіштікке, ұқыптылыққа тәрбиелеу. Яғни, бұл бағдарламаның өзектілігі неде деген сұрақ болатын болса, білім мазмұнын алушы, білім алушылар өз бетімен білім алуға, оны практикада қолдана білуге туындаған негізгі мақсат. Әрі жүйелі және нақты осыған бағытталған мақсат болып табылады. Өмірлік міндеттерді шеше отырып, қабілеттерін арттыруға үлкен көмек көрсетеді. Ал енді осы бағдарламадан біз қандай нәтижелер күтеміз?
Бірінші, берілген мәтіннен мейлінше көп ақпарат ала білу. Екінші, мәтіннен ең қажетті ақпаратты ала білу. Мәтіндегі ақпараттарды жіктей білу. Төртінші, мағынаны ажырата алу. Топпен жұмыс істеу құзыреттілігін арттыру. Білім дағдыларын деңгейін көтеру. Функционалдық сауаттылықты арттыру. Және өз ойын жеткізуге төзелу. Енді осы жұмысымызды қорыта келген кезде, қазақ әдебиетінің функционалдық сауаттылығын дамыту бағытында оқытуды педагогикалық жаңашыл идеяларын қолдану керек. Бұл ретте оқу бағдарламасы, оқулық, оқу құралдары мен оқу формалары, оқушы білімін тексеру мен бағалаудың жаңа формалары, жаңа оқыту технологиялары, білім мазмұнын сұрыптауда жаңашыл әдістер аса өзекті болып табылады. Сондықтан да оқушы өз бетінше ізденуге дағдылану қажет. Жеке тапсырмаларды орындай алуға, топпен жұмыс істеуге, түсініп оқуға машықтану керек. Теориялық білімін, танымдық шығармашылық дағдысын қалыптастыру қажет. Осымен маған жалпы осы бағдарлама бойынша сұрақтарыңыз болса, жауап беруге дайынмын. Назарларыңызға үлкен рахмет. Рахмет, Сәуле Карбайқызы. Енді келесі сөз кезегі мектебіміздің қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімі Фазылжанова Айман Есімжановнаға беріледі, педагог зерттеуші. Сәлеметсіздер. Менің бағдарламам оқу қажеттілігі оқушылардың тұрғыдан ойлау қабілеттерін және инновациялық көзқарастарын дамытуға арналған. Бағдарлама мақсаты әртүрлі стильдегі мәтіндермен жұмыс жасау арқылы оқушылардың тыңдалым, оқылым, айтылым, жазылым дағдыларын кешенді дамыту, оларды болашақта түрлі қарым-қатынас жағдайларында еркін және сенімді түрде қолдануға, әр әдеби және публицистикалық тілдік стильдерді терең меңгеруге бағытталған. Бағдарламаның міндеттері: оқушылардың әртүрлі стильдегі мәтіндерді түсіну және талдау қабілеттерін тереңдету арқылы олардың сауаттылығын арттыру, тыңдалым және оқылым дағдыларын дамыта отырып, ақпаратты сыни тұрғыдан қабылдау қабілеттерін күшейту, жазылым және айтылым дағдыларын жетілдіру арқылы тілдік шығармашылық қабілеттерін дамыту, тілдік дағдыларды практикалық қолдану арқылы қарым-қатынасқа түсу дағдыларын арттыру, әртүрлі стильдегі мәтіндер арқылы мәдени аралық коммуникация дағдыларын қалыптастыру, публицистикалық, ғылыми және көркем мәдениеттер арқылы тілдік стильдерді меңгеруін тереңдету, мәтіндердің идеялар мен ұғымдарды талқылау арқылы сыни тұрғыдан дағдыларын дамыту. Ал бағдарламаның өзектілігіне кірсек, бірінші, қазіргі заман талабына сай білім беру жүйесінде оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту ең маңызды басымдылардың бірі болып табылады. Бұл бағдарлама оқушылардың тілдік дағдыларын жетілдіру арқылы олардың көп мәдениетті және көп тілді ортада тиімді әрекет етуіне негізделген. Бағдарлама оқылым, тыңдалым, жазылым және айтылым дағдыларын бір тұтас дамытуға бағытталған. Сонымен қатар, жаһандану дәуірінде ақпараттық қоғам талаптарына сай болу үшін оқушылардың тілдік құзыреттілігімен бірге сыни тұрғыдан ойлау, шығармашылықпен жұмыс істеу және проблемаларды шешу қабілеттерін де дамытуға қажеттілігі туындады. Бұл бағдарлама осындай кешенді дағдыларды қалыптастыруға бағытталған, нәтижесіне оқушылар алған білімдерін шынайы өмірде қолдана алатын тұлғалар ретінде қалыптасады. Ал енді міндеттеріне келетін болса, бағдарламаның жаңалығы
ол тілдік дағдыларды біртұтас және кешенді түрде дамытуға бағытталған жаңа әдіс тәсілдерді жүйесіне көрініс табады. Бұл әдістер оқушылардың білім алуға деген қызығушылығын арттырып, оларды заманауи білім беру талаптарына сай өзіндік шешім қабылдай алатын, өз ойын нақты жеткізе алатын тұлға ретінде қалыптастыруға ықпал етеді. Ал енді күтілетін нәтижелерге келетін болсақ, оқушылардың әртүрлі стильдегі мәтіндерді дұрыс талдап, олардың мазмұны мен құрылымына түсінуге қабілетті болады. Екінші, тыңдалым мен оқылым дағдыларымен даму нәтижесінде ақпаратты сыни тұрғыдан қабылдау және өңдеу дағдылары жақсартады. Үшінші, жазылым мен айтылым дағдылары жоғары деңгейде дамып, оқушылар өз ойларын нақты әрі сауатты жеткізуге дағдыланады. Төртінші, оқушылардың тілдік дағдыларды қарым-қатынас барысында белсенді түрде қолданып, еркін және сенімді сөйлеуге үйретеді. Публицистикалық ғылыми және көркем мәдениеттер бойынша жұмыстарды орындау арқылы тілдік стильдерді толық меңгереді. Оқушылар көп тілді және көп мәдениетті ортада тиімді қарым-қатынас жасауға қабілетті тұлға ретінде қалыптасады. Ал енді бағдарламаның ғылымилығына келсек, бұл бағдарлама тілдік дағдыларды дамытудың кешенді әдістерін қолдана арқылы оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттыра көздейді. Бағдарламаның бағыттылығы оқушылардың тыңдалым, оқылым, жазылым, айтылым және дағдыларын кешенді түрде дамытуға бағытталған. Ол оқушылардың тілдік құзыреттілігін қалыптастыруға арқылы көп тілді қоғам бәсекеге қабілетті болуға мүмкіндік береді. Бағдарламаның құрылымы. Бағдарлама 6 бөлімнен тұрады. Әр бөлімде оқушылардың тілдік дағдыларын дамытуға қамтамасыз ететін 34 тақырып қарастырылған. Бірінші, кіріспе бөлім, екінші, ауызекі сөйлеу стилі, үшінші, көркем әдебиет стилі, төртінші, публицистикалық стиль, бесінші, ресми іс-қағаздар стилі, алтыншы, ғылым стилі. Ал енді көркем әдебиет, публицистикалық, ғылыми және ресми іскерлік мәдениет пайдалану арқылы оқушылардың тілдік қабілеттерін дамытып қана қоймай, олардың сыни ойлау, мәдениет түсіну және талдау қабілеттерін жетілдіремін. Назарларыңызға рахмет. Рахмет. Келесі кезекті математика пән мұғалімі Шажияева Дилбар Набиджановнаға берілген келеді. Тақырыбы математическая грамотность, педагог, зерттеуші. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я учитель математики школы номер 187 Шажияева Дилбар Набиджановна. Хочу вам представить свою авторскую программу. Называется она «Математическая грамотность. Элективный курс для учащихся 8 классов». Проводится 1 час в неделю, всего 34 часа. Функциональная грамотность – это знания, умения, навыки, необходимые для реализации жизнедеятельности личности в конкретной культурной среде и обеспечивающие успешное функционирование в социальных отношениях. Математическая грамотность – это вид функциональной грамотности. Грамотная деятельность – это умение использовать знания, умения, навыки в повседневной жизни. В программе указывается количество знаний, умений, которыми должны овладеть учащиеся. Это количество знаний входит в объем знаний, которые учащиеся обязательно получат в общеобразовательной средней школе. Цель курса – повышение грамотности учащихся по математике, выявление и развитие математических способностей, способствовать глубокому усвоению программного материала, расширению своих знаний, развивать навыки решения нестандартных задач, логических, сложных задач, высказывать правильно обоснованные математические суждения, находить эффективные способы решения задач, выполнять самостоятельно, проверять, соотносить жизни. Свободное применение математических знаний при решении различных задач, встречающихся в жизненных ситуациях, формирование практических навыков для устного, письменного, инструментального решения задач,
проводить доказательные рассуждения, участвовать в обсуждении и делать логически обоснованные выводы. Задача курса – способствовать развитию исследовательских способностей учащихся путем поиска с целью повышения их интереса к предмету, развивать вычислительную культуру, используя различные способы решения задач практического содержания, помощь в практическом применении теоретических знаний, овладении приемами и методами решения задач, углублять и дополнять математические знания по необходимым конкретным темам, применение реальной практики с целью повышения памяти, воспитывать умение справляться с трудностями при решении сложных задач и учить методу от сложного к простому. Актуальность курса. Определение и понимание роли математики в мире, систематическая организация учебных материалов, высказывать правильно обоснованные математические суждения, формирование математической грамотности учащихся характеризуется уровнем развития. Вспомнить, знать. Установление применения связей, рассуждение мышления, распознавать, анализировать информацию статистического характера, числовые данные, графики, диаграммы. Авторская программа состоит из нескольких разделов. Первый раздел 10 часов – это раздел чисел. Второй раздел – переменная часть 7 часов. Третий раздел – изменения и зависимости 7 часов. Четвертый раздел – раздел проблемных задач состоит из 5 часов. И последний, пятый раздел – это логические задачи, состоит из 6 часов. Результаты, которые будут достигнуты в ходе изучения курса. Уметь определять возможности применения и использования математики, то есть это обобщать. Уметь использовать математические знания, понятия, средства в решении задач, то есть применять. И рассматривать рассуждения о выборе, рациональности, целесообразности математических решений и рассуждений относительно конкретной задачи, то есть анализирует и объясняет. Научится учащийся приобретать исследовательский творческий опыт, повышается уверенность учащегося в себе. И хочу завершить свое выступление. Если у вас есть какие-то ко мне вопросы, можете обращаться. Спасибо за внимание, коллеги. Рахмет. Келесі кезекті биология және химия пән мұғалімі Көпжасарова Жұмагүл Самаевнаға бергім келеді. Педагог зерттеуші, тақырыбы «Человек и его здоровье». Добрый день, уважаемые коллеги. Я хочу представить свою авторскую программу «Коррективный курс по биологии для учащихся 7 классов «Человек и его здоровье». Курс рассчитан на 1 час в неделю, всего 34 часа. Элективный курс по биологии для учащихся 7 классов «Человек и его здоровье» ориентирован на углубленное изучение вопросов, связанных с физическим и психическим здоровьем человека, факторами, которые влияют на здоровье, а также на формирование навыков заботы о своем теле. Здоровье является важнейшей ценностью для каждого человека, а целью нашего курса является не только расширение знания о здоровье, но и развитие осознанного отношения к личной гигиене, физической активности, здоровому питанию, а также формирование навыков профилактики заболеваний. Курс разработан с учетом возрастных особенностей учащихся 7 классов, что позволяет легко и доступно донести информацию о здоровье человека, а также стимулировать интерес к вопросам профилактики заболеваний и поддержания активного образа жизни. Цели курса – ознакомить учащихся с основами анатомии и физиологии человека, функционированием различных органов и систем, сформировать у школьников представление о факторах, влияющих на здоровье человека, научить учащихся принципам здорового образа жизни, развить навыки профилактики заболеваний и оказания первой помощи, помочь учащимся осознать важность поддержания здоровья на протяжении всей жизни. Задачи курса. Первое. Изучение строения и функций органов человека,
ознакомление с факторами, влияющими на здоровье человека, развитие знаний о здоровом питании, физической активности и психоэмоциональном состоянии, обучение методам профилактики заболеваний, оказания первой помощи, формирование ответственности за собственное здоровье и здоровье окружающих. Актуальность программы – это условия современного мира, когда учащиеся сталкиваются с различными вызовами, такими как неправильное питание, гиподинамия, стрессы, загрязнение окружающей среды. Важно развивать у подростков навыки сохранения и укрепления здоровья. Этот курс направлен на профилактику заболеваний, обучение основам здорового образа жизни и укрепление здоровья. Программа состоит из следующих разделов. Конечно, это введение, анатомия человека, основу гигиены и профилактики заболеваний, питание и его роль в здоровье, физическая активность и здоровье, психологическое здоровье, заболевания и их профилактика, и последний раздел – это итоговые занятия и, конечно, защита проекта. Ожидаемые результаты курса – это учащиеся научатся заботиться о своем здоровье и здоровом образе жизни, разовьют навыки правильного питания, физической активности, поддержанию психоэмоционального здоровья, научатся предотвращать вредные привычки и оказывать первую помощь. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, пожалуйста, я готова ответить на вопросы. Рахмет, Жұмагүл Самаевна. Келесі сөз кезегі орыс тілі мен әдебиет пән мұғалімі Пай Эля Константиновнаға беріледі. Тақырыбы развитие читательской грамотности в формировании аналитических навыков. Добрый день, уважаемые коллеги. Я рада вас видеть всех. Ну, читательская грамотность, наверное, сейчас самая актуальная тема в наше время. Так, формирование и развитие читательской грамотности должно быть направлено на развитие не только навыков чтения, но и умения анализировать, интерпретация, критического мышления. Метод активного чтения представляет собой одну из наиболее эффективных стратегий развития читательской грамотности, направленной на осмысление текста. Данный метод включает в себя несколько ключевых приемов, способствующих повышению уровня понимания прочитанного. Это прием прогнозирования. Учащиеся делают предположения о содержании текста на основе заголовка, иллюстрации, первых строк. Это помогает сформировать у них гипотезы и вовлечь процесс чтения. Второе. Формирование вопросов. Ученики самостоятельно составляют вопросы к тексту, что способствует осознанному восприятию информации и аннотированию, выделению ключевых идей, комментариев и вопросов на полях текста. Этот метод позволяет учащимся не просто читать текст, но и глубоко анализировать его, выявлять главную мысль и структурирование информации. Развитие критического мышления тесно связано с читательской грамотностью. Один из эффективных подходов работы с проблемными вопросами, требующими анализа текста, поиска логических связей. Например, после прочитанного художественного произведения можно предложить учащимся такие вопросы. Каковы мотивы поступков главного героя? Почему автор использует определенные художественные приемы? Какие параллели можно провести между сюжетом текста и современной жизнью? Эти задания способствуют формированию аналитических умений и навыков. Используя современных цифровых ресурсов, конечно, мы не можем обойти эту тему. Они помогают нам также к развитию читательской грамотности. Это что? Электронные образовательные платформы, которые позволяют организовать интерактивные задания для проверки понимания текста. Виртуальные библиотеки и цифровые текстовые аналоги обеспечить доступ к качественным текстам и литературе. Следующее.
Это программы для создания интеллект-карты. Способствуют визуализации структуры текста и упрощает его анализ. Использование данных технологий дает процесс обучения более увлекательный и способствует развитию у школьников осознанного чтения. Проектная деятельность. Литературный дневник. Учащиеся ведут дневники прочитанных книг, где анализируют основные идеи, художественные приемы и авторский стиль. Инсценировка произведения. Также школьники разрабатывают сценарий по мотивам прочитанного текста, что способствует его глубокому осмыслению. Создание метапроекта позволяет учащимся не только пересказывать содержание произведения, но и формулировать свое мнение, аргументируя его на основе текста. Метод проекта способствует формированию учащихся способности работать с текстом в различных форматах и применять знания в нестандартных ситуациях. На основе анализа существующих методик можно выделить несколько ключевых рекомендаций. Так, это первое, формировать мотивы к чтению. Это очень важно. Второе, применять стратегию диалогового чтения. Третье, развивать умение работать с разными видами текстов. Четвертое, использовать межпредметные связи, включая изучение текстов, элементов истории, географии, искусства, что способствует расширению кругозора учащихся. И пятое, внедрять элементы цифрового обучения, активно применять образовательные платформы, цифровые библиотеки, интерактивные задания. Эти рекомендации помогут сделать процесс обучения более эффективным и способствовать формированию учащихся не только навыков осознанного чтения, но и умения применять знания в различных жизненных ситуациях. Спасибо за внимание. Рахмет. Келесі кезекті бастауыш сынып мұғалімі Жанакунова Алмагүл Байжұмаевнаға беріледі. Тақырыбы жылдамдық математикасы. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Сіздерді көргеніме өте қуаныштымын. Мен бастауыш сынып мұғалімі жылдамдық математикасы тақырыбындағы әдістемелік нұсқаулық хатында бастауыш сынып оқушыларына арналған сол жылдамдық математикасы әдістемелік нұсқаулықта есептің түрлері өте көп. Соның ішінде логикалық есептерді шығару жолдары, тәсілдерін бір-екі тәсілді сіздерге ұсынғалы отырмын. Бүгінгі мен бағдарлама толық тоқталмаймын, тек логикалық есептерге тоқталсам деп отырмын. Балалар өмірде жаңағы математиканы өмірде пайдалана білу керек. Сондықтан қазіргі біздің математикада бастауыш сыныпында логикалық есептер көп берілген. Сол есептерді қалай шығарамыз? Логикалық есептерді шығару тәсілдері. Бұл есептің шығару мақсатымыз логикалық есептерді шығару және қолдану жолдарын зерттей отырып, оқушы білімін, нәтижесін өмірге қолдана білуге дағдыландыру. Ұлы ұстазымыз Ахмет Байтұрсынов бала білімді, тәрбиені өз бетімен алу керек. Ал мұндағы мұғалімнің қызметі балаға орындалатын жұмыс түрлерін шағындап беру және қойылған мақсатқа жету үшін бағыт бағдар беріп отыру керек деп жазған екен. Енді осы логикалық есептерді шығару барысында күтілетін нәтиже оқытудың жаңа әдіс тәсілдерін пайдалану мұғалімге оқу процесінің құрылымын түбегейлі өзгертуге, оқушылардың дүниетанымын кеңейтуге және жеке қабілеттерін көре біліп, оны есепке ала отырып дамытуға толық жағдай жасауға мүмкіндік беретінін түсіну. Енді мен сіздерге осы логикалық есептерді шығару барысында танграмм әдісін ұсынғалы отырмын. Танграмм әдісі бұл шеберліктің 7 тақтайшасы, ой жұмбақ дегенді білдіреді. Ол 7 жазық пішіннен тұрады.
оның белгілі бір әдіс бойынша бүктеу арқылы әлдеқайда түрлі пішін, адам, жануар кейпін бейнелейтін үй тұрмыс заттарын, әріп немесе сан және тағы сондай заттарды алу үшін қолданылады. Енді осы танграмма әдісін сіздер мінекей мына жерде танграмма әдісін сіздер жаңағы ютубтан көріп білеріңізге болады. Танграмм деп жазсаңыздар, бұл жерде 7 түрлі пішін, яғни бір шаршы, үлкен 2 үшбұрыш және рахмет. Неге танграмма әдісінде жаңағы осы фигуралар арқылы неге балалар өздері үй құрастырып, осының ішінде пайдалануға болады жануарларды. Енді ойын ережесі түсінгендеріңізде әрбір құрастырылған фигура барлық 7 элементті қамтуы керек. Фигураларды салу кезінде элементтер бір-бірінің үстінен түспеу керек. Үшінші фигуралардың элементтері бір-бірімен қиылысуы керек. Танграммның көмегімен бала суреттерді талдауды, олардағы ерекшелеуді үйренеді, геометриялық фигуралар тұтас объектіні визуалды түрде бөліктерге бөлуді үйренеді, сонымен қатар логикалық ойлау қабілеттерін дамытады. Және келесі тағы бір әдіс, бұл математикалық тримино. Бұл жерде жаңағы 9 түрлі үшбұрыштан тұрады. Бұл үшбұрыштарды бетінде бейнеленген фигураларға қарай фигура жазсаңыздар болады, сан жазсаңыздар болады. Сол арқылы бір-бірімен беттестіру арқылы фигураларды тауып тримино және сандарды пайдалану арқылы да жасауға болады. Бүгінгі назарларыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса жауап беруге. Рахмет. Келесі кезекті музыка пән мұғалімі Айжігетова Гүлкай Анваровнаға бергім келеді. Педагог, зерттеуші. Тақырыбы программа элективного курса по изучению классической музыки для учащихся. Добрый день. Моя авторская программа называется «Программа элективного курса по изучению классической музыки для учащихся 6 классов». Какая мысль натолкнула меня на создание этой программы? Дело в том, что в 6 классе дается всего 4 урока, 2 урока симфонической музыки, 2 урока органной музыки. Я считаю, что для изучения классической музыки 4 уроков недостаточно. Классическая музыка представляет собой важнейшую часть музыкальной культуры человечества. Изучение этого направления помогает
развить у детей музыкальный вкус, расширяет их кругозор, способствует формированию гармоничной личности и развитию творческих способностей. В 6 классе учащиеся находятся на этапе активного формирования интереса к искусству и восприятию музыки, что делает этот возраст особенно важным для введения в мир классической музыки. Говоря о классической музыке, надо сказать о духовности. Ибо духовное развитие детей через изучение классической музыки – это процесс, который способствует не только эстетическому воспитанию, но и формированию внутренней гармонии, ценностей, эмоций и моральных ориентиров. В итоге изучение классической музыки в детском возрасте имеет огромный потенциал для духовного роста, помогая развивать в ребенке не только интеллектуальные, но и нравственные и эмоциональные качества, необходимые для полноценного и гармоничного развития личности. Еще дальше. Программа направлена на знакомство учащихся с основными жанрами классической музыки, знакомство с выдающимися композиторами, а также на развитие навыков прослушивания и анализа музыкальных произведений. Задачи программы включают формирование культурных ориентиров, знакомство с произведениями мировой классики, развитие вкуса и музыкальных предпочтений, развитие навыков музыкального восприятия, то есть умение слушать и анализировать музыкальные произведения, расширение кругозора, знакомство с творчеством великих композиторов, таких как Моцарт, Бетховен, Чайковский и так далее. Творческая деятельность, развивать творческие способности учащихся через музыкальные игры, выполнение творческих заданий, инсценировки. Кстати говоря, я еще сделала приложение к программе, и там много тестовых заданий и вот различных творческих заданий и игры. Далее. Основные разделы программы. Введение в классическую музыку, что такое классическая музыка, роль классической музыки в культурной жизни человечества, основные жанры классической музыки, симфония, опера, концерт, камерная музыка и другие. Композиторы классики: Иоганн Себастьян Бах, эпоха барокко, значение творчества, Вольфганг Амадей Моцарт, музыка эпохи классицизма, особенности стиля, Бетховен, переход от классицизма к романтизму, значение его творчества, изучение творчества композиторов эпохи романтизма, Чайковский, музыка романтизма, особенно русского музыкального стиля, особенности музыкального стиля, музыкальные произведения, прослушивание и анализ известных произведений токката и фуга ре минор, Баха, маленькая ночная серенада Моцарта, лунная соната Бетховена, вальс цветов из балета «Щелкунчик» Чайковского и очень-очень много еще других произведений. И не только я начала по эпохам 17 век, 18, 19 век. То есть там не только Бах, Моцарт, Бетховен, но и Гайден, Глюк, Альбинони, Вивальди, 4 концерта, далее еще какие у меня, Россини, Шуберт, Мендельсон, Шопен, всем вам известные композиторы и очень, такие знакомые на слух. Когда дети слушают эти произведения, там слышат в мультфильмах, в кинофильмах. То есть эта музыка, когда включаешь эту музыку, то они вот да, это очень знакомая музыка. Или, например, вот Грига Пергюнд в пещере горного короля.
та-та-та-та-та-та-там, та-та-там, та-та-там. То есть сразу, когда включаешь, дети, о, да, мы знаем эту музыку. И тогда, когда они уже на слух знакомая музыка, они воспринимают, ну, конечно же, легче. Ожидаемые результаты. Учащиеся должны знать основные жанры классической музыки, биографии и творчества великих композиторов. А так, биографии и творчество великих композиторов, а также уметь различать особенности стилей разных эпох. Учащиеся должны уметь слушать и анализировать произведения, выявлять эмоциональные оттенки в музыке, а также уметь выразить собственные чувства через музыку. Программа способствует формированию эстетического вкуса, творческих способностей и критического восприятия искусства. Данная программа направлена на создание положительного отношения учащихся к классической музыке, а также на развитие навыков, которые пригодятся им в дальнейшем для глубокого понимания и оценки искусства. Спасибо за внимание. Рахмет. Семинарды қорытындылай келе, семинардың айтарымыз авторлық бағдарламалар бұл білім беру саласында үлкен жаңалықтар мен өзгерістерге алып келеді. Мұғалімдер өз тәжірибелері арқылы оқушылардың оқу сапасын жақсартуға, шығармашылықпен жұмыс істеуге мүмкіндік алады. Әрбір авторлық бағдарлама педагогикалық үдерістің тиімділігін арттыруға бағытталған және оқушылардың білім алуын ерекше тәсілдермен қолдайды. Осы семинар барысында тыңдаған ақпараттарды тәжірибеге енгізу арқылы біз оқу үдерісін жаңа деңгейге көтеруге, әр оқушыға қолайлы білім беру жолдарын табуға мүмкіндік ала аламыз. Барлық қатысушыларға шығармашылық табыс тілей отырып, осы семинардан алған білімдеріңізбен бөлісіп, өз тәжірибелеріңізді жетілдіруге шақырамын. Назарларыңызға рахмет.